Кореяда тұратын болсаңыз, шопинг жасауға ең тиімді қала ол Сеул. Астана болғанына қарамастан, бағалары қымбат емес және таңдау өте көп. Магазиндері өте үлкен. Азанда кірсең, кешке бірақ шығасың. Сауда орталықтарына кірсең, 1-2 этаж аксессуар, 1-2 этаж киім, 1-2 этаж косметика қылып жасап тастаған. Бір кірсең, зат алмай шыға алмайсың. Сонымен мен Сеулдан алған заттарыма обзор жасап жіберейік. Жас келген сайын заттың материалына қарап алады екенсің ғой. Бастысы сапалы және ыңғайлы болса болды. Китайский затты 10 мыңға алғанша, сапалы затты скидкада 10 мыңға алған дұрыс деп ойлаймын. Кореяға келгелі жабысып тұрған киімді кие алмайтын болып қалғанмын. Киімдерімнің көбісі спортивный болып кеткен. Көйлек алдым, бірақ далаға бұны киіп шықпайтын шығармын. Және көктемге осындай бір пиджак алдым. Бұл киімдерге 40 мың теңгедей кетті. Қымбат па, арзан ба, қалай ойлайсыз? Соңғы кезде бет күтіміне қатты көңіл бөліп жүрмін. 30-дан асқаннан кейін кәдімгідей өзгерістер болады екен ғой. Әйтеуір қартаюдың алдын алатын жолдардың бәрін жасап жүрмін. Трендте болып жатқан косметикалардың бәрін жақып көремін. Корейский косметика және бет күтімі қызық болатын болса, маған тіркеліп қойсаңыздар болады. Алда қызықты обзорлар көп жасайтын боламын.